Құс тұмсық Сақинаның тұсаукесері. Баршаңыз білетіндей, құс тұмсық формасында Сақиналар бұл жас бикеш тұрмысқа шықпаған қыздардың Сақинасы. Оны барша қазақ біледі деп ойлаймын. Және біз өзіміздің цехымызда осындай әдемі жас қыздарға арналған заманауи стильдегі осындай құс тұмсық Сақинасын жасап шығардық. Және оның бетіне біз әкенің жүрегінің түбінде жатқан тілегін, оның ниетін білдіретін қос айшық оюын салдырдық. Қараңыздар, келіңіз жақындаңыз. Бұл үш түрлі дизайнда жасалды. Тек қана қос айшық оюы бетінде бар. Және айналасын толықтай сіркеленген, яғни зерін деп айтамыз, сіркелену деп айтады. Және жартылай сіркеленген ою түрінде де жасадық. Міне, мынадай. Енді бұлардың бетіндегі бұл бедерлер не мағына мән береді? Қос айшық бұл әкенің қызына деген тілегі, яғни өзінің аяулы сүйікті қызы өзінің үйінде қалай еркін жүрсе, қалай ойнап күліп жүрсе, болашақта барған үйіне де сондай еркіндікте өмір сүрсін деген әкенің тілегін білдіреді. Және бұл жерде қос айшық формасы өзінің теңді тап, өзіңмен теңдес, ниеттес адамды тап дегенді білдіреді. Ал сірке, бұл жерде міне қараңыздар, толықтай айналасын сіркеледік, немесе бір ұшын ғана сіркелеп қойдық. Бұл арпа бидай молшылықты, байлықты білдіреді. Яғни өмірің мәнді болсын, байлықта болсын, молшылықта болсын деген қызға тілегі. Осындай әдемі жүзіктеріміз бізде жарыққа шықты, сатылымға шықты. Бұны әрбір әке өзінің сүйікті қызына тарту ету керек деп мен ойлаймын.